қалды. Сабағымызды жақсы көңіл күймен бастап алайық. Қане орнымыздан тұрайық. Математика керек әркімге, математика керек әркімге, есеп қажет өмірге, есепсіз білімге. Топтасып алдық, иә? Бірінші топ қандай топ саған? Білу тобы. Білу тобы, жақсы. Екінші топ? Ахметжан, түсіну тобы. Үшінші топ? Талдау тобы. Талдау тобы. Төртінші топ? Қолдану тобы. Жарайды. Және бесінші топ? Бағалау. Бағалау тобы. Керемет. Осы смарт бейджиктер арқылы біз әр сабақты осылай топтасамыз, иә бұл? Бүгін математикада біз осы 5 топпен жұмыс жасаймыз. Топ басшылардың қолында бағалау парақшалары болады. Әр жұмысты топ басшы өзінің мүшелерін бағалап отырып, ескертіп отырады, иә? Ал жақсы жұмысымызды бастаймыз. Сабағымызды Абай атамыздың сөзімен бастап алып отырмыз, иә? Міне білгені, көргені көп адам білімді болады деп бекер айтпаған. Сол үшін сендер де әр сабақта зейінмен тыңдап, білімді, ақылды болыңдар. Бүгінгі сабақты біз бастамас бұрын алдыңғы білімімізді тексеріп алайық. Жұмыстарды тексереміз. Әр топ ауыстырады, иә? Бірінші топ екінші топқа береді, екінші топ үшіншіге, үшінші топ төртінші топқа береді, төртінші топ бесінші топқа береді, бесінші топ бірінші топқа береді. Ал енді жұмыстарды тексереміз. Тексеру жұмысы аяқталды. Әр топтан топ басшы көмекшісімен кім комментарий айтады? 2 жұлдыз 1 тілек арқылы біз бір-бірімізді бағалап кетеміз. Бірінші топтың жұмысы өте нақты, тиянақты орындалған. Барлық тапсырмалар дұрыс. Жақсы деген 5 баға қойдыңдар, иә? Жақсы, рахмет. Екінші топты жақсы орындаған, тез жылдам орындаған, бірақ та бұлардың тілек айтатынымыз бұлар шартын дұрыстап құрып үйренуі және де есептің шартына қарап шешуін табуы керек еді. Бұл жерде қай жерде қателік кеткен? Бұл жерде шартында сүт дейтін жоқ. Сүт 4/1 бөлігі емес, тек қана айран 4/1 бөлігіде жазылып тұрады. Бөлшектерін сәл жаңылысқан, иә? Шешуінен де қателескен. Жарайды, жақсы. Бүгін біз сендермен бөлшектерді еске түсірдік, және де тақырыбымыздың аты пайыздар. Бүгін біз сендермен бөлшектерді пайызға айналдыруды және пайызды бөлшекке айналдыруды үйренеміз. Бөлшектің бөлімі неше үлеске бөлгенін көрсетеді, ал алымы неше үлестің алынғанын көрсетеді. Бөлшектің алымы ол үстінде тұрады, бөлшек сызығы бөле, бөлшектің бөлімі астында. Бөлшекті оқытшы. Бөлшек 6-да 5. Қазір қалдық пен бөлуді еске түсіреміз дағыны. Мына бір тапсырманы орындайық. Әр топқа мен осындай қима қағаздар беремін. Сендер құрастыру арқылы қандай сөз жасырынғанын тауып бересіңдер. Ал. Бұл тапсырмадан бізде экология сөзі шықты. Жақсы, тақтаға іліңдер. Экология сөз шықты ғой, иә? Керемет. Барлық топта да экология сөзі шықты ғой, балалар, иә? Ал не үшін экология? Кім айтады? Өйткені бізде әр тақырыпта қоршаған ортаны қорғау деген. Ал енді бөлшекті біз пайызбен белгілейтін болсақ, дәл осы белгімен қолданамыз, балалар. Пайыздың белгісіне қарағанда. Бұл үй тапсырмасы енді сендерге берілген. Алдын ала дайындалып келген суреттер бойынша біз бөлшектерді жазамыз. 4 бұрыш фигура, оның алымы 2, бөлімі 5. Бөлшек 5-те 2. Жақсы. Келесі фигура 3 бұрыш, 3 бұрыштың алымы 1, бөлімі 4. Бұл 1-де 4. 4-тен 1 деп айтамыз, иә? Қателеспейміз. Бұл ең соңғы фигура дөңгелек, оның алымы 2, бөлімі 4.
Шеңберден 4-тен 2 болды, иә, бөлшегі. Жақсы, рахмет. Енді балалар, оқулықтағы номер 3-ші тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы іштей оқып аламыз бәріміз. Номер 3-ші тапсырма. Оқимыз, Айсұлу. Ол бөлшек 125. Пайызға айналдырсақ, неше пайыз болады? 25 пайыз болады. Өте дұрыс. Қалай таптың, Лизан, түсіндірші? Оны 100-ге бөлдім, 1 болды, 1-ден 25-ге бөлдім. 25 пайыз шықты, керек. 128 бөлшек пайызға айналғанда 8 пайыз болады. Өте жақсы. Келесі тапсырмада қоршаған ортаны ластау көздерінің көрсеткішін бөлшек түрінде жазып береміз. Жылдам жазамыз да, сөйтіп бір-бірімізбен айналмалы бекеттер арқылы ауысып тексереміз жұмыстарымызды. Алыңдар. Бір тапсырмада берейін. 4-ші бәрі дұрыс деген. Тапсырма дұрыс орындалған ба? Я бәрі дұрыс орындалған. Пайызбен бөлшекті бөлшектерді дұрыс жазған. Пайызға қарап бөлшекті дұрыс орындалған. Жақсы. Аса көтерін көрсеткіш бөлшек түрінде бұлар өте керемет жазған. Бұларға 5 деген баға қоямын. Шаршады ма балалар? Шаршаған болсақ, онда біз сергіп алайық. Сергіту сәтіне қызықты ойын дайындап келдім. Адасқан формулалар деп аталады. Қазір оқушылар әр топтан бір оқушы шығады. Сөйтіп бізге жылдам формулаларды көрсетіп береді. Жеттік. Енді бізде шығармашылық жұмыс. Бұл суреттерде сендер түстеріне қарап, бөлшектер санын анықтайсыңдар, түстер санын и бөлшек түрінде жазасыңдар. Және де сол бөлшекті пайызға айналдырасыңдар. Тапсырма түсінікті болса, кірісеміз. Аяқталған болса, жұмыстарымызды білейік. Бірінші топ. Ненің суретеді? Тотықыш. Жақсы. Екінші топ. Бүгін біз тағы да зерттеуші болып көрейік. Ол үшін біз 8-ші тапсырманы орындаймыз. Серік велосипед тепкенді ұнатады. Бұл экологиялық таза көлік. Велотұрақта ол қолда бар қолды пайдаланады. Ол мынандай есеп құрастырды. Қолып 3, 2 және 4 сандардың көмегімен ашылады. Бұл 400-ден үлкен тақ сан екендігі белгілі. Осы санды ата. Жақсы. Түсінікті болса ойланамыз балалар. Не деп тұр бізге? Қандай сан табу керек? 400-ден үлкен тақ санын табу керек. Ең үлкен бе, кіші ме? 400-ден үлкен болады. 400-ден үлкен тақ сан деп тұр, иә? Кәне жауабын кім біледі? Нұрислам айта ғой. Жауабы 423. 423. Ол тақ сан ба? 400-ден үлкен ба? Жақсы, керемет, рахмет. Бізге берілетін тапсырманы жазып аламыз. Номер 9-ші есеп, 89-ші бет. Бөлшектер көмегімен жазасыңдар, және де пайыз түрінде жазасыңдар. Сабақ сендерге ұнады ма? Иә. Олай болса, біз кері байланыс жазайық. Бас бармаққа біз басты мәселені жазамыз. Бүгін сабақта Бүгін біз пайыздар тақырыбы бойынша сабақ өттік. Бала мен топта көп адамға көмек бердім. Яғни олар Кәусар, Ердәулет және Бейбараз. Ортан терек. Бүгін біз пайызды бөлшекке, бөлшекті пайызға айналдырып үйрендік. Жолдашыммен маған сабақ ұнады. Себебі бүгін біз көп ойнадық және де қызықты тақырып болды. Кішкентай бөбек, маған сабақ ұнағандықтан көңіл-күйім жақсы болды. Өте жақсы, керемет. Міне балалар, енді сабағымыздың соңында қорытындылап, топ басшылары өз топтағы мүшелерін бағалап кетсе. Балалар, міне осымен біздің сабағымыз аяқталды.
Сендер барлықтарың да өте белсенді қатыстыңдар. Маған өте ұнады. Рахмет назарларына. Сабақ аяқталды.